Сәлем достар, бұл CSS курсымыздың 10-шы сабағы. Бүгінгі біз сабақта float туралы үйренеміз, оны қалай тазалау керектігін, және де біз енін өзгертіп үйренеміз, одан кейін layout не екенін түсінеміз. Жалпы осы layout'тан бастап түсіндірейін. Қарапайым сайттарда жалпы оның header шапкасы болады. Екі шетінде sidebar болуы мүмкін, sidebar 1, sidebar 2 деген. Ортасында article content тұрады, ал астында footer тұруы мүмкін. Жалпы layout деп айтып отқанымыз ол макет. Макетті құрудың екі әдісі бар. Оның бірі float арқылы, екіншісі flexbox арқылы. Бүгінгі біз сабақта қазір float туралы жасауды үйренеміз, ал келесі сабағымызда flexboxпен жасап үйренеміз. Жалпы мына сериямен белгіленгендердің барлығын бір блок деп түсініңіздер. Ал осы блоктардың ішінде тағы да блоктар болуы мүмкін. Қазір ол үшін екінші суретті көрсетемін мысал ретінде. Міне мысалға үстінде бір блок тұр сары, одан кейін сол жақ қапталында міне меню деген сары блок тұр. Ортасында бір үлкен блок тұр, сұрғылт түспен белгіленген. Оның ішінде екі блок бар. Біреу үлкен, міне map деп жазылып тұр. Одан кейін navbar деп жазылып тұр үстінде міне. Navbардың ішінде тағы да элементтер бар, tool 1, tool 2, tool 3 деген. Жалпы осындай иерархиялар құралады. Енді floatты бастап жасайық. Бұрынғы жазғандарымыздың барлығын өшіріп тастайық. CSS-тағылардың барлығын да өшіріп тастайық. Енді ішіне мәтін салайық. Өзімізге үйреншікті Абайдың қара сөздерін салайық. Мына бірінші сөзін көшіріп алайық. Бәрін белгілеп шығамыз. Бәрін белгілеп шықтым, міне иерархиясын түзету үшін белгілеп жіберейік. Жылыстырып жіберейік орындарынан. Сақтадым. Ашып қарайық. Міне бізде қара сөзіміз пайда болды. Енді осының ішіне сурет салайық. Біз жасап жүрген алдындағы сайт деген папкамыз бар. Соның ішінде біз процессор деген суретіміз бар. Жүктеп алған. Қазір міне мен үстіне салып жіберейін. Сол суретті img src процессор деп жазып жіберейік. .jpeg alt деген міндетті түрде керек ол атрибут. Сурет деп жаза салайық. Сақтадым. Парашаны жаңартсақ, міне біздің суретіміз пайда болды. Тым үлкен екен, ол суретті кішірейтіп жіберейік CSS-тің күшімен. Max height дейік. Max height деп отқанымыз жалпы максималды берілетін биіктігі, одан асуға болмайды. Мысалы мен қазір 200 пиксель десем, 200 пиксельден артық асуға болмайды. Max width десем де солай болады. Сол еннен асуға болмайды мысалға. Бұған да 200 пиксель бере салайын. Сақтадым. Парашаны жаңартайын. Міне қазір біздің суретіміз 200 пиксельден аспай тұр. Ені қазір 200 пиксель болып тұр бұда. Енді осы суретімізге біз қазір float left десек, онда жазуымыздың барлығы оң жағына қарай кетеді, ал суретіміз сол жағында тұрады. Бұл үшін мен арнайы img класс берейін. One дейік. Сақтадым. Жалпы білесіздер, one'нан басқа да аттар бере беруге болады. Мен жай ғана тек мысал ретінде ғана келтіремін. Float left дейік. Сол жаққа апарып тақа дейміз. Парашаны жаңартайын. Міне сурет бізде сол жағымызға тақалды, ал жазуымыз оң жағына қарай кетті. Суретіміз кішкене де үлкейтуге де болады. Ол үшін максималды берілетін сандарын өзгертейік. 400 алайық. Сақтадым. Парашаны жаңартсам, міне біздің суретіміз кішкене үлкейді, ал жазуымыз оң жағында тұр. Бұл жерге мен left-тің орнына right берейін. Сақтадым. Ол кезде міне суретіміз біздің оң жағына кетті де, ал мәтініміз сол жаққа қарай кетті. Жалпы мұндай аралар жабысып тұрмас үшін біз суретке margin беруімізге болады. Margin left десек, мысалға 20 пиксель дейік. Аралар ашылады ол кезде. Міне арасы ашылып тұр ма екі орта. Жазуымыз тақалып тұрған жоқ. Енді тағы да бір сурет салып көрейік. Осыны көшіріп алайын мен. Астына қойып қояйын. Бұған класты 2 дейін, екінші. Ол үшін басқа сурет қойайық. Біз алдыңғы сабақта жүктеген суретіміз бар. Workspace деген басқа файл, ол images деген папканың ішінде. Сондықтан да біз қазір images дегенді жазамыз бірінші. Images workspace дейін. Workspace .jpeg сақтадым. Парашаны жаңартсам, міне суретіміз мына жерде тұр. Бұған қазір біз керісінше left берейік. To float left. Сол жаққа қарай тақал дейміз. Парашаны жаңартайық. Біздің суретіміз сол жаққа тығалып тұр, ал жазуымыздың барлығы оң жағына қарай кетті. Қазір тағы да жабыстырмас үшін margin right берейік. Оң жағына 30 жасаймыз. 20 пиксель дейік. Сақтадым. Парашаны жаңартсақ, міне біздің мәтініміз жабысып тұрған жоқ. Міне бастан бастап көрсетейін. Бізде мәтін сол жағымызда басталып келе жатыр, оң жағымызда міне сурет тұр. Одан кейін мәтін міне жүріп келе жатырды.
суретіміз қайттан басталды, сол жаққа қарай кетті. Одан кейін оң жағымызда мәтін тұр. Float берген кезде жалпы мәтіндеріміз осылай бізді айналып өтеді суреттерден. Жалпы мәтін мен суреттермен байланысты деп ойлаймын енді бұл float-тың жұмысы. Қазір мен бұлардың барлығын енді өшіріп тастайын. Қазір біз блокпен жұмыс жасап үйренеміз. Ол үшін мен бірнеше блок салайын. 1 2 дик 3 4 5. Енді осы блоктарымызға біз биіктіктер беріп шығайық, барлығына бірдей. Height дейін, 100 пиксель дейін. Енді барлықтарына түстерін беріп шығайын. 1-нан бастап берейік. 1 background. Көктен бастайық. Бұған да background берейік. Жасыл дейік. Жазып отпасы үшін көшіріп ала салайын. 3 4 алып тастайық артық. 5. Үшіншісіне біз сұрғылт түс берейік. Сары түс берейік. Ал соңғысына қара түс берейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне бізде блоктар пайда болды. Көк блок, жасыл, сұрғылт, сары, қара. Енді мен қазір мына көк блогыма мен float left беремін. Float left. Парақшаны жаңартам. Ол жерде жоқ болып кетті. Неге? Өйткені оның ішінде ештеңе жоқ. Ол қазір биіктігі 100 пиксель болып тұрды, ал ені 0 пиксель болып тұр. Ол көрініп тұру үшін біз ішіне бірдеңе салуымыз керек. Мысалға мен сәлем әлем деп жазып қояйын. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне пайда болды біздің көк блогымыз. Сәлем әлем деп тұр. Ал жасыл блогымыз оң жағына кетті, манағы мәтін ұқсап. Жалпы араларына осындай қайта-қайта мәндер беріп отпас үшін, одан да енін бере салайық бірден. Мына жерде мән беріп қараңыздар. Мен қанша бердім, ол сонша ғана енін алып тұр. Міне осы мөлшерде ғана алып тұр. Егер де мәтін ұзағырақ болатын болса, мысалға ұзақ мәтін деп жаза салайын. Сақтадым. Онда ол тағы да қосып алады. Міне көк үлкейді, жасылымыз кішірейіп келатыр. Байқадыңыздар. Мәтіндерін жазып отқанша одан да ендерін өзгертіп отырайық CSS-тің көмегімен. Алып тастайын. Бұған енін берейін. Width 200 пиксель дей салайын. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне 200 пиксель болып тұр ені. Жалпы қазір разработчик көмекші құралын шақырсам, міне мына батырманы басып қараймыз. Ені 200 пиксель көрсетіп тұр, биіктігін 100 пиксель көрсетіп тұр. Ал оң жағындағы жасыл элементті қарайтын болсақ, оның ені 684 пиксель болып тұр, ал биіктігі 100 пиксель болып тұр. Жалпы қазір бұл 684 пиксель болмас үшін бұған да енін берейік. Width 300 пиксель дей салайын мен. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарайық. Мұнда мән беріп қараңыздар, міне жасылдың жалпы ені кішірейіп кетті, біз көп берсек те, ал көктікі үлкен болып тұр. Олай емес, бізде жасыл қазір мына көктің астына кіріп кетті. Егер де біз мынаумен қарайтын болсақ, міне байқап тұрсыздар, міне көктің астына кіріп кеткенін, ал көк орнында тұр бізде. Бұл float-тың осындай ескеретін нәрсесі бар. Егер де біз жасыл элементке де float бермесек, онда ол солай астына кіріп кетеді. Ондай болмас үшін, міне біз қазір жасыл элементке де float береміз. Float left. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне ол міне көктен кейін тұр. Міне көк тұр бізде бірінші, одан кейін жасыл тұр, одан кейін сұрғылт түс міне тағы да жоғары қарай шығып кетті. Неге? Өйткені бос орын болған соң. Осы сұрғылт элемент бізде кіріп кетпес үшін, мына жасыл мен көктен кейінгі тұрған қатарда, онда осы сұрғылт элементке біз clear береміз, тазала дейміз. Clear деген бар. Мұнда clear'ге біз left деген бере аламыз, сол жағын тазалаймыз float-тың. Ал егер де біз оң жағын берген болсақ, онда right деп тазаласақ та болады, float right берген болсақ. Ал егер де бізге left болсын, не болмаса right болсын маңызды емес, екеуін де тазалау керек болса, онда both деген саламыз, екеуі де деген сөз. Both сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне бізде сұрғылт элементіміз астыға қарай кетті. Ол float-қа бағынған жоқ, ол тазалап барып тұра қалды. Жалпы мына жасыл элементімізді қазір оң жаққа қарай жіберейік. Ол үшін float left-тің орнына right деп жазамыз. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне бізде оң жағында тұр. Енді мына астындағы сары элементпен қара элементпен жұмыс істеп көрейік. Сары элементке біз тұрақты енін беріп көрейік. Ал қараға біз қазір процентпен береміз. Оның мәні тұрақты болмайды. Браузердің қазір ені өзгеріп тұрса, ол да өзгеретіндей алып жасаймыз. Ол үшін for'ға біз float left береміз. Сол жаққа қарай. Одан кейін енін берейік оған. 300 пиксель дей салайық. Ал 5-қа да float left бере салайық.
Ол да сол жаққа қарай қалып тұрсын. Бірақ енін 100% береміз. Қазір 100% десек ол сыймай қалады, астына шығып кетеді. Парақшаны жаңартам. Міне бізде сары элементіміз сол жақта тұр, ал қара элементіміз астына кетіп қалды. Ол 100% толық қамтып тұр енін. Бірақ біз мына толық енін қамтымыз келмей, сары элементтің о жағына салғымыз келеді. Жалпы сары элементтің о жағы қанша екенін білмейміз, толықтай қамту үшін мысалға мен. Неге? Өйткені әрбір компьютердің, әрбір браузерлердің ендері әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да CSS-те арнайы күшті зат бар. Calc деген калькуляция. Енді осы жерге жазам мен 100%-тен алып таста деймін, 300 пиксельді деймін. Енді түсіндіріп кетейін. 100% деп отқанымыз ол толық ені. Міне бізде толық ені. Енді жалпы математикалық ойлап қарасаңыздар, мына мәнін шығару үшін міне қалған. Осы 100%-дан біз мына жасаған сары 300%-ымызды алып тастаймыз. Сол кезде бізде бос тұрған орынның ені шығады. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Қарамыз біздің оң жағында тұр, ал сары бізде сол жағымызда тұр. Егер де біз көмекші құралмен қарайтын болсақ, сары элементтің ені 300 пиксель болып тұр, ал қара элементіміздің ені 384 пиксель болып тұр. Көмекші құралымызда тағы бір күшті нәрсе бар, мына екінші тұрған, соны басайық. Бұл кезде мобильді телефондарда қалай көрініп тұрғанын қарауға болады. Сосын үстіден міне біз responsive дегенді таңдаңыздар. Ол адаптивті верстка жасауға көмектесетін жақсы нәрсе. Сол жақ шетке апарсаңыздар, бізде мышканың стрелкасы өзгереді. Басып тұрып жылжытуымызға болады. Мен қазір міне жайменен жылжытып жатырмын. Үстіде міне енін көрсетіп тұр, браузердің ені қанша болып тұрған. Қазір мен 700-ге дейін апарайын. Міне 700-ге дейін апардым. Сары элементіміз баяғыдай сол тұрақты 300 пиксель болып тұр. Мына жерде міне. Ал мынаны қарайтын болса, екіншісін міне. Оның ені өзгеріп кеткен 664 пиксель болып тұр. Неге? Өйткені браузер оны үнемі есептеп отырады. 100%-дан алып тастап отырады 300 пиксельді. Көмекші құралдың мобильді версиясын алып тастай қояйын. Енді мына суреттегі мынаны жасап көрейік. Ол үшін мен CSS файлымыздың барлығын қайттан өшіп тастайын. Ал мына ішіне мен header деген бірінші салайық. Header дейік. Aside дейік. Бұған класс берейік. Left. Ал оң жағына right деген класс берейік. Астына footer дейік. Ортасында бізде және де article бар. Бұлардың барлықтары қазір 0 биіктік болып тұрмас үшін оған контент салу болады орталарына. Бірақ өйтіп контент салмайық қояйық, бірден біздер оған биіктіктерін бере салайық. Header, footer. Header мен footerдің биіктіктері бірдей болсын. 100 пиксель дей салайын. Aside пен article'дікін 200 пиксель дейік. Жалпы іштеріне жазып шығайын. Header, left bar, right bar деп жазып қойайын. Footer дейін мына ішіне, мына ішіне article дейін. Жалпы бұлардың барлықтарына да түс беріп шығайық. Көрініп тұру үшін браузерде. Өтірден кейін жазып тастай берейін. Бірден бір ережемен жазып тастау үшін. Background дейік. Сұрғылт түс берейік, грей. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне бізде header, left bar, article, right bar, footer пайда болды. Жалпы границалары көріну үшін мен outline беріп шығайын. Outline дейік. 1 пиксель, solid. Ақ түс бере салайық. 3F десек ақ түс болады ол. Парақшаны жаңарттым. Осы жолы аралары көрініп тұр. Енді осы суреттегідей қылып жасайық. Ол үшін мен Aside-ке width енін береміз. 100 пиксель дейін. Парақшаны жаңартсам. Міне бізде left бар өзгерді ені. Бұған енді float left береміз. Сол жақ қарай тақылады. Ал ішіндегі article-ге бұған да float left дейміз. Бірақ енін мынадай калькулятормен жасап шығарамыз. Calc деп жазамыз. Жақшаң ішіне 100% алынған 200 пиксель. Неге 200 пиксель? Өйткені бізде aside екі жақта тұрады 100-100-ден. Сөйтіп 200 болады. Парақшаны жаңартайын. Міне сол жағымызда left бар тұр.
ортамызда артикл тұр, оң жағымызда right бар тұр. Ал footer'ымыз жоғары көтеріліп кетті. Неге? Өйткені үстіңгі элементтер float қолданып тұрды, ал footer ешқандай да float қолданып тұрған жоқ. Қазір біз оған clear берсеміз, тазалайтын clear сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне астымызға осылайша түсті. Ал үстімізде міне left бар, article right бар тұр, оң үстінде header тұр. Осылайша біз міне макеттегі суретімізді жасадық. Сонымен мен сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.